Мен оны шын сүйдім, жүрегіммен, бар сеніміммен. Көзім соқыр, құлағым керең болғандай. Өзгеден қорғасам да, өзімнің күйімнен қорғануды үйренбеппін. Ал оның мені қалай сатып кеткенін білесіз бе? Мен босанғаннан кейін 2 ай өткенде, ол бөтен әйелдің төсегінде жатқан. Атын айтпай-ақ қояйын, өзім де әлі де толық кешіріп тастай алмай жүрген адам ғой. Біз отасқанда мен 23-те, ол 27-де еді. Үйленгенімізге 2 жыл толар-толмас алғашқы баламызды күтіп жүрген кезім. Күйеуім осы кезде өзгеріп сала берді. Үйге кеш келетін болды, телефонына құлып қойып, жұмыс деп жиі көзден ғайып болатын. Мен сол кезде іштегі баламды аман есен босануды ғана ойлап, өзімді соған бейімдеп жүргенмін. Бірақ ішімде бір сезік болды. Әйел жүрегі алдамайды ғой, ол басқа әйелмен жүр екен. Босанғаннан соң 2 ай өткенде, түн ішінде телефон шырылдап, өзі ұйықтап қалған. Мен қарап қалдым, хабарлама келген. Жаным, бүгін сен келмедің, өкпеледім, кешірмеймін. Содан кейін бәрі ашылды. Қайда барып жүргені, кіммен жүргені бәрі. Мен сол түні айғай да салмадым, бірақ жылаған да жоқпын. Тек көзімнен жас ақты. Ол ұйықтап жатыр, бейқам. Ал мен ана бола тұра, әйел ретінде өзімді жерге таптағандай сезіндім. Келесі күннен бастап мен өзгердім. Мен енді бұрынғы нәзік, күліндеп, сенетін келіншек емеспін. Салқын, үнсіз, сақ. Бірде құрбым айтты. Ерегіскің келсе, дәл соны жаса. Сен де жүр, қара да тұр қалай тыраштанып қалатынын. Мен сол кезде жоқ дедім, бірақ жүрегім тыныш емес еді. Кешкісін үйге келіп, маған суық сөйлейтін адамға қарап, өзімді өлгендей сезінетінмін. Солай 1,5 ай өткенде бір шараға бардым. Сол жерде бір ер адаммен таныстым. Жасы менен үлкен, түрі де тартымды емес, бірақ сөздері жылы еді. Ол маған әйел екенімді еске салды. Сонша уақыттан бері сені ешкім мақтамаған сияқты деді. Мен үндемедім, бірақ ішімде бірдеңе қозғалды. Сол кештен кейін мен онымен жасасатын болдым. Бірде кездестік, кешкі ас, әңгіме, күлкі. Ал 3-ші кездесуде мен өзімді жоғалттым. Иә, мен де көзге шөп салдым. Ерегіс үшін, кек үшін, жаралы жүрегіме демеу болар бір әрекет үшін. Бірақ сол түн үйге келгенімде өзіммен жиіркендім. Сәбиім ұйықтап жатыр, ал мен күйеуіммен теңеліп, оны кешірмесем де соның деңгейіне түстім. 1 апта өткен соң күйеуім сезіп қойды. Мен үндемедім, бірақ ол сұрады. Сен біреумен жүрсің бе? Мен алғаш рет көзіме тіке қарап тұрып, сен жүргенде неге мен жүрмеуім керек, дедім. Ол ұрмады, айқайламады, тек үндемей ішіп алды. Содан соң 2 күн жоғалып кетті. Біз ажыраспадық, бірақ күйеуім енді ешқашан бұрынғыдай бола алмадық. Махаббат өлді, сенім көмілді. Біз тек баламыз үшін бірге жүрген бейшара адамдарға айналдық. Бүгінде бұл оқиғадан бері 4 жыл өтті. Мен ол адаммен ешқашан қайта жолықпадым. Ал күйеуім бір күні мен сені кешірдім. Өйткені алғаш опасыз болған менмін. Бірақ сен менің көз алдымда өлдің. Тек баламыз үшін ғана сенімен тұрамын деді. Білесіз бе, бұл сөз мені өлтірді. Мен ол үшін бәрін істедім, бірақ сол түн мені өмір бойына күнәһар қылып тастады. Бәрі ұмытылды деп ойладым. Ол бір түн, бір реніш, бір әділсіздік. Бірақ адам бір рет адасса, жүрек оны қайта таниды екен.
Күйеуіммен бірге тұрсақ та жанымыз бөлек еді. Сырттай бәрі тыныш. Бірақ мен өзімді құтқару тұтқынға түскен әйелде сезіндім. Бір күні таңертең ұйқылы ояу телефонымды ашып қалсам, хабарлама келіп тұр. Қалай? Мені көп ойладым сені. Сол кештен соң сені ұмытпадым. Бір түнгі әлсіздігімнің куәсі болған, менің күйеуіммен кек алған кезде кездейсоқ танысқан еркек. Жүрегім атқақтап кетті. Бірақ мен жауап жазбадым. 3 күннен кейін тағы жазды. Кешір, мен жай ғана хабарласқым келді. Сен бақыттысың ба? Бұл сұрақ жүрегімді тоқтатып жіберді. Бақыттысың ба? Егер бақыттымын десем, өтірік. Бақытсызбын десем, неге сен онымен өмір сүріп жүрсің? Осылайша мен оған жауап беріп қойдым. Сөйлесе бастадық. Ол менің ішімді көріп тұрғандай дәл сөздерді тауып жазатын. Сен әлі де өзіңде лайықты жылылықты іздеп жүрсің, деді. Сол сәтте күйеуім жұмыста болатын. Үйде жалғыз, қолында телефон. Бір кездегі әлсіздік енді маған демеу сияқты сезілді. Бір күні жұмыстан сылтау айтып кездесуге бардым. Жүрегім шымырлап тұр. Бірақ бұл жолы мен ештеңе істеген жоқпын. Тек сөйлестік. Бірақ дәл сол кеш менің ішкі тыныштығымды жұлып әкетті. Мен сенің әлсіз кезіңде келген адам болғым келмейді. Бірақ сен мені әлсіз сәтіңде таныдың. Бәлкім сол кезде жүрегіңе кіріп кеткен шығармын. Саған не керек екенін білмей жүрсің, деді. Мен үнсіз тыңдап отырдым. Басымды иіп көзіме жас келді. Мен өзімді жоғалтып алған әйелмін, дедім. Ол жақындап қолымнан ұстады. Мен ештеңе істемедім. Бірақ ішімнен айқай салып тұрмын. Қайда кетіп барасың тағы? Күйеуім сезіп қойды. Осы кездесуден кейін үйге бардым. Күйеуім тағы қабағы қатулы отыр. Телефонымды қолыма берді. Өшір бәрін. Ендігәрі мені де, баламды да алдама. Сен мені баяғыда алдағансың, деп оған айқай салдым. Сен кешірмедің, ал мен өз кінәммен өмір сүріп жүрмін. Бірақ сен оны әлі жалғастырып жүрсің, деді ол. Осы түн біздің үйдің іші емес, майдан алаңына айналды. Айқай, көз жасы, сырттан баламның жылаған үні ғана естіледі. Келесі күні ол тағы жазды. Мен саған жаңа өмір бере аламын. Бәрін бастайық, балаңмен өзің қалаған өміріңді. Жүрегім бөлінді. Бір жағы не істесең де күйеуің сатқын, сен де лайық емессің енді. Екінші жағы балаң ше. Өгей әке оған әке бола ма? Ол не істеді? Сен кімге кетіп барасың тағы? Кешір, мен сенің жарама салған таңғыш сияқты болдың. Бірақ мен жарамды емдеп алмай жүріп, сенімен өмір сүре алмаймын, дедім. Сосын өмірім бұғаттап тастадым. Бірнеше күн жыладым, өзімді іштей өлтірдім. Бірақ бұл жолы өзімді сақтап қалдым. Мен күйеуіммен бала үшін бірге тұрып жатырмын. Бірақ біз әлі де жарамызды емдеп біткен жоқпыз. Кейде көзіме қарап үнсіз қалғанда, мен оның мені ешқашан кешірмегенін түсіндім. Ал мен де өзімді әлі кешірген жоқпын. Оқырмандарға сұрақ: сатқындық жасаған адамды кешіру мүмкін бе? Ал өз қателігі үшін өзіңді кешіруге қанша уақыт кетеді? Дәл осылай өмірден алынған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, арнама тіркеліп, комментарий қойып ойларыңызды қалдырып кетіңіздер.
Келесі кездескенше аман сау болыңыз.